Ой, Айбектің үйіне кеп, құттықтау айтып отырмыз. Кел болды. Көз қараса, сөйлесе, киімі бәрі өзгеріп кетіпті. Мына жақта қыздар жүр, дастархан жасап. Мына жақта бір кісі жүр. Жарайды. Еңінік жүр мына жақта. Ана кісі мына жаққа барып тоқта. Мені құттықтап, менің көңілім үшін келсеңіз, шіркін рахмет қойып, сәке. Басқа нәрселер үшін келген жоқсыз? Жоқ. Бәрі дұрыс. Сенің чиста көңілің үшін. Рахмет. Деп көрсете берсең мына жақта. Достары болып жиналып жатыр, достары болып. Мен гүлдерімді в общем шығарып алдым. Үйге кішкентай люлькасын қараңыздар. Қош келдің қызым көп. Міне Аллаға мыңнан шүкір. Енді в общем бұл үйде кішкентай в общем сәбидің дауысы естілмей шығатын болады. Бәріміз тыныш деп жүрген болатынбыз ғой. Шүкір. Керемет. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, қалайсыздар? Бүгін Айбек Жанның Эдуардасын бүгін выпискадан шығарамыз, иә? Құдай қаласа, Айбек құтты болсын. Еңлік қалайсың? Екеуміз амандасқан жоқсыздар. Еңліктің несі? Племянник бола ма? Саған Еңлік? Құтты болсын. Берік болсын. Келіншегіңді күтіп тұрсың. Қызыңмен. Қобалжып тұрмын. Қобалжып тұрсың ба? Айбектің әдемі гүл шоқтары. Менің гүл шоқтарым жете алмай қалды, бірақ десек те бізден де тосын сый дайын тұр. Мына жақта кімдер келіп қалды? Жақсы, өзің қалайсың жан? Қалдарың қалай? Ансар қайда? Ұйықтап жатыр ма? Ұйықтасын. Ана жақта еңбекшілер келді. Ал сіздерге де жұмысты болсын. Қалайсыздар? Қайдачы көзің қалай? Жақсы. Әдемі гүл шоқтармен келіп қалдық дейсіңдер ғой. Көрсетсеші көзіңді. Ай, красота. Музыкальное сопровождение, но мишкалар менің атымнан сыйлық болып тұр ғой енді. Бағымыз келіп қалдық. Бау берік болсын. Көбейе беріңіздер. Амин, рахмет үлкен. Немереңіз құтты болсын. Dostum, bal verip olsun. Doça, dünyege doça geldi. Bana. Бұйыртса, Эдос шығады, 5 минутта. Бәріміз түйім жұрт болып күтіп тұрмыз. Осындай вайппен.